Шлем, тізе мен шынтақ қорғауыштар пайдалану, жарық қайтарғыш элементтерді киімге, рамаға және сөмкеге жабыстыру. Осының барлығын полиция қызметкерлері самокат пен велосипед мінушілерге қолдануға кеңес береді. Барлық ережелерді сақтап, жолда келе жатқанның өзінде де оқыс оқиға болып қалуы мүмкін. Сондықтан қауіпсіздік шараларын қолға алған жөн. Электрлі самокатқа екі адамның мінуіне көлем үлкен жүктерді тасымалдауға болмайды. Жаяу жүргіншілер өткелінен және бағдаршамнан өтуді самокаттан түсіп жаяу өту керек. Бұның барлығын инспекторлар тұрғындарға айтуда. Белгілі болғандай, самокат пен велосипед мінгендердің кейбірі жаяу жүргіншілер өткелінен жаяу өту керек екенін білмейді екен. Полицейлер бірер күннен кейін ел аумағында басталатын абайлаңыз балалар жедел профилактикалық іс-шарасы шеңберінде де мектеп оқушылары мен студенттер арасында түсіндіру жұмыстарын қолға алмақ. Вы должны достигнуть 18-летнего возраста. Должна быть категория, любая категория водительского удостоверения. 30 августа этого года. Да. И у вас должен быть шлем. В темное время суток должен быть какой-нибудь предмет светоотражающий. То есть, например, нарукавник, рюкзак, светоотражающий рюкзак. Жол қозғалысы туралы заңға енгізілген түзетулерге сәйкес электрлі көлік құралдарына, самокаттарға, тротуарларда сағатына 6 километрден аспайтын жылдамдықпен жүруге рұқсат етіледі. Ал автокөлік жүретін жолға шыққанда оларды басқаратын жүргізушілер бастарына шлем киюі және өзімен бірге кез келген санаттағы жүргізуші куәлігі болуы тиіс. Қазіргі уақытта электрлі самокаттардың жүргізушілерімен профилактикалық сипаттағы әңгімелесулер жүргізілуде. Олардың мақсаты осы көлік түрінің жүргізушілеріне және айналадағыларға төнетін қауіпті азайту. Электр самокаттардың жүргізушілеріне тыйым салынады. Мына мәселелер бойынша. Мысалы, ең болмағанда бір қолмен рульді ұстамай жүргізуге, жолаушыларды тасымалдауға, трамвай жүретін жолдарда осы бағытта жүруге арналған біреуден астам жолағы бар жолдарда солға немесе кері бұрылуға. Электр самокат пен мопедтерді, велосипедтерді және электр самокаттарды сүйретуге тыйым салынады. Сонымен қатар көлік құралынан түспей жаяу жүргіншілерге арналған жолды кесіп өтуге және тәуліктің қараңғы уақытта басқа көлік жүргізушілеріне көрінетін жарық шағылыстыратын затсыз жолда жүруге тыйым салынады. Үстіміздегі жылдың 7 айында солтүстік Қазақстан облысы жолдарында 184 жол көлік оқиғасы тіркеліп, салдарынан 22 адам қаза тапты, 266 адам жарақаттар алды. Велосипедшінің қатысуымен бір скутер жүргізушісінің қатысуымен бір жол апаты тіркелді. Екеуінде де велосипедші мен скутерші зардап шекті. Дана Асылханқызы, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.